Кірпі мен қоян. Кірпі балалайтын уақыты жақындап, қолайлы орын таба алмай жүргенде ұясында жатқан қоянға келіп, менің де күнім жақындап қалып еді. Қолайлы орын таба алмай сізге келдім. Мүмкін болса, мына орын қолайлы екен, жеңілдеп, балаларымды аяқтандырып алғанша ұяңыздың бір шетін қарызға беріп тұрсаңыз депті. Ақ көңіл қоян, бақан жаққан баста бар, ол не дегеніңіз берейін. Келіп орналасып, беліңді бекітіп, балаларыңды қара құлақтандырып алда, орын тапқан соң бірақ көшіңіз депті де, ұясының бір жағын босатып беріпті. Кірпі көшіп кеп орналасып, баласын туып, ер жеткізіп алса да көшпепті. Тұратын орнында тауып алмапты. Қоянның балалары мен кірпік шешенің балалары да аяқтанып, марқайып, бір ұяға сиісе алмай, әсіресе кірпі балаларының инедей тікен жүндері қоянның балаларына жұғысып кетсе қадалып, көжектерді қанқақсатып, зарлата берген соң, ана қоян шыдай алмай кірпіге: көрші, сіздің шаруаларыңыз да бітті, кететінде уақытыңыз болды. Енді осы жақсы кезіңізде ініңізді тауып алсаңыз, көп отыра берсеңіз, балалар арасынан жаңжал шығып қалса, үлкендер ренжісіп, берекемізге ықпал жетіп қалар ма екен деп сөздің жөнін айтыпты. Сонда кірпі рахмет айтып, ұясын босатып берудің орнына: мен енді қайда барады деп отырсың? Балалар сиісе алмаса қайтушы едім, мен бұл орнынан ешқайда кете алмаймын. Жерің тар келіп, шыдамасаң кең жеріңді тауып ал депті. Кірпі шешенің зорлығына төтеп бере алмаған, әрі шыдамаған қоян байырғы мекенінде құрылысында кірпіге босатып беріп, ақыры өзі көшуге мәжбүр болыпты да, содан соң соңғыларға қояншылап жүрмей деген аңыз қалыпты.